Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары. Мен Лебаев Айбек Қасымханұлы, Қаратұрық ауылдық округінің әкімі болып есептелемін. Жалпы біз енді берекесі мен бірлігі атқан Ашсай ауыл жайлы қазір үлкен бір әңгіме болып отыр. Жалпы Ашсай ауылымыз жалпы айтқан кезде 3850 тұрғын қазір нақты тіркелген. Аталмыш ауылымызда бүгінгі таңда игілікті ақсақалдары, ауызбіршілігі мол жастарымыз бар, береке мен бірлікке ұмтылған халқымыз бар. Жалпы айтатын болсақ, енді жалпы біздің өзіміздің ауылымыз басты бағыттары негізі ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығы және мынау мал шаруашылығымен айналысамыз. Соның үшін айтатын болсақ, бүгінгі таңда біздің Ашсай ауылына бекітілген 1090 гектар жайылымдық жеріміз бар. Егіндік алатын болсақ, 2300 гектардай бағана егіндік жеріміз бар. Жалпы бізде қазірде аула саны, яғни үйлердің саны бізде 604 үй болып тұр. Енді бүгінгі таңда мен өзімнің әкім болып келгеніме жарты жылдың көлемінен асты. Осы күнге дейін біздің ауылымызда өкіметіміздің бастамасымен, сонымен қатар осы ауыл азаматтарының, ауыл ақсақалдарының қолданысымен біраз игілікті істер жүзеге асып жатыр. Келесі жылғы жоспар бойынша бізде осы Шоқан Уәлиханов деген үлкен мектебіміз бар, осы ауылдың орталығында. Сол мектептің күрделі жөндеу жұмыстары мамыр айында басталу жоспарланып отыр. Сонымен қатар бағана айттым, елбасымыздың айтқан сөзі деп, дені сау ұрпақ, ол болашақ ұрпағымыз. Осы жастарымыздың дені сау болуына, спортпен шұғылдауына, спортқа қызығушылығын арттыру мақсатында келесі жылғы осы Ашсай ауылында шағын спорт комплексінің құрылыс жұмыстары басталады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар келесі жылғы мамыр айында бізде осы орталықтандырылған су жүйесі жасалынады. Оның жұмыстар барлық толық құжаттар жасалып бітті. Келесі жылға осы жұмыстар бастау қолға алынуда. Және мынау қазіргі таңда білеміз, 21 ғасыр дамыған технологияның заманы, өскелең ұрпақтың заманы. Келесі жылға осы ауылымыздың ішіндегі барлық көшелерді жарықтандыру мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар бағана айтып өтуіміз керек, су жүйеміз толық ретке келтіргеннен кейін біздің ауылымыздағы қазіргі таңда 5 көшенің құжаттары дайын тұр. Алдағы уақытта ол көшелерінде бағанағы құрылыс жұмыстар басталады. Өзім сөзімнің басында айтып өттім. Жалпы мынау біздің ауылымыз негізінен бағана ауыл шаруашылығына бағытталғандықтан бізге мына жайылымдық жер керек. Сондықтан бізде қазіргі таңда біздің Ашсай ауылына бөлінген 1090 гектар жердің құжаттарын рәсімдеу бағытында толық рәсімдеуден өтті. Бүгінгі таңда госактісін дейміз, соны рәсімдеу мақсатында біз жіберіп қойдық. Бұл қағазда келген соң осы ел игілігіндегі жерлерді халықтың өзінің күн көріп отқан малдарымен, жайылымдық жерлермен жұмыс атқаратын боламыз. Жақсылығын айт, нұр тассын, жаманның құты қашсын деп атам басып жақсы айтқан соң, ауылдың, еліміздің халқы жақсы. Осындай ауызбіршіліктің, ынтымақтың арқасында ауылымыз күннен көркейіп келе жатыр. Осындай ел бастайтын ағалар, оларды қоштап отырған ақсақалдар болса, олардың сөзімен жүретін жастарымыз болатын болса, біз мықты мемлекет болуымыз керек. Айтылмаған сөз жетіндемекші, осы мезетте айта кету керек, ауылымызда да кейбір шешім таппай жатқан мәселелер бар. Оның бірін айтып өтетін болсақ, мына біздің тура осы ауылымыздың астынан автобан деп айтамыз, үлкен күре жол түскен болатын. Оның барлығы және елдің игілігіне жұмсалған жол болғандықтан, бірақ осы жерде бір мәселе, бағана жол түскендіктен ауылдың жайылымдық егістік жерлер екіге бөлініп кетті. Осы егістік жерлерге су мәселесі бару бізге қиындық тудыруда. Егер осы төменгі автобанның төмен жағына су баратын болса, онда ол жақтан да бағанағы егін егіп, күнін көретін адамдар өздерінің жерлерін пайдаланып, осы мақсатта үлкен жұмыс атқаратын едік. Жалпы осы бағытта жұмысымыз атқаруда. Ауылымыздағы бағана қылмыс саны азайған, қазірде ауылдың ауызбіршілігі де артқан. Енді осы бағыттағы жұмыс түсірмеуіміз керек. Бақыт қайда барасың десе, бірлігі жарасқан елге барамын демекші, біздің бірлігіміз, ауызбіршілігіміз, ынтымақтығымыз мықты болған кезде біздің ауылымыз көркейеді. Президентіміз, елбасымыз айтпақшы, ел көркею үшін бірінші ауыл көркею керек дейді. Сол үшін ауылымызды көркейту біздің негізгі бағытымыз. Осы бағытта бүгінгі таңда Қоянқолдық ауылдың тұрғындарымен тығыз жұмыс жасаудамыз. Ассалаумағалейкум, Ашсай ауылының тұрғындары 94 жылдан бері қарай қоғамдық іске белсене қатынасып, алғашқы жылдары жігіт басы болып, одан кейінгі Совет үкіметі ыдыраған кездегі қиыншылық заманда бүткіл Қазақстан көрген қиыншылықты біздің ауылда басынан кешті ғой, өздеріңіз білесіздер. Сол замандарда ауылдың қариялары жиналып, ақсақалдар алқасын құрып, соның төрағасы қылып мені сайлаған болатын. Совет үкіметі ыдыраған кезде туылған бала бүгін 30-ға келді. Шаңырақ көтерді. Ауылымыз көркейді, өсті, еліміз көбейді. Бұған қосымша оралман бауырларымыз келіп қосылды, 100 түтіндей. Мектепке де сыймай жатыр қазір.
Малымыз өріске сыймай жатыр. Жерімізді жан-жақтан тарылтты. Анау батыс Қытай, батыс Европа тас жолы өтті ауылымыздың тура қасынан. Ол әлем жерді алып кетті. Жолды, жерді екіге бөліп тастады. Ар жақ бер жағына өту мүмкіншілігі шектеліп қалды. Одан кейін газ өтті. Одан кейін темір жол өтті. Бұның барлығы біздің жаңағы жайылымдарымыздың тарылуына әкеліп соқты. Ол бірінші жағы, екінші жағы. Басқа ауыл табылмай қалғандай осы біздің ауылға барлығы әуес. Инвест проекті деп қояды екен, келіп бос жатқан жерді жайылымды ортаққа деп қалдырып қойғанбыз. Сондай жерлерді иемденіп алып, ана жоғары жақтағы отырған адамдар о жерде не болып жатқанын білмейді. Картада қарағанда бос тұрған жерді, міне жерді аласың дейді дағы бере салады. Осындайлар қысып жатыр. Жан-жағымыздың барлығына алма ағаштар отырғызып, қоршап, жерді одан ары тарылтты. Адам саны көбейді, мал саны көбейді, ал жер сол қалпында тұр. Ұлғайған жоқ. Сол бастапқы бөлінген бір адам жанұясына, бір адамның басына 1 гектардан болатын, оның 67 сотыйы суармалы жер, 33 сотыйы жаңағы жайылымдық жер. Екінші бір түйткілді мәселе, жерімізде барлық нәрсені өндіруге болады. Ауыл шаруашылық өнімдерінің барлығы, жүгері, астық, барлығы өнеді. Көктаттың барлығы өнеді. Жеміс жидектердің барлығы өседі. Олардың барлығын өсіруге мүмкіншілік бар. Бірақ мынау үлкен Алматы каналы деген канал бар бас жағымызда. Сол каналды жекеменшіктің қолына өтіп кеткен. Сол жердегілер ол судың бағасын негізсіз көтеріп, ол көтергені аздай, уақытысында суды бере алмай, елді қамтамасыз ете алмай отыр. Сол себептен жерден тиісті өнімін ала алмай, уақытысында суғара алмай, уақытысында суғарылмағаннан кейін уақытысында орып ала алмай, жинап ала алмай, алатын өнімнің сапасы төмендеп жатыр. Сапасы емес, саны төмендеп жатыр. Мынау ауыл шаруашылығына жоғарғы жақта билікте отырған азаматтар көптеген қаражатты, президенттің бастауымен көптеген қаражатты бөліп жатыр. Осы телевизордан қарап отырсаң, бәрін жарылқап жатырған. Мына оның барлығын кімдер алады? Олардың барлығын өте байлар, өте мықтылар, жаңағы олигархтар. Біз сияқты мына 4-5 гектар жерменен, 4-5 балменен күн көріп отырғандарға оның ештеңкесі жетпейді. Субсидия дейді ғой, субсидия бізге жетпейді. Оның қайда кетіп жатқаны белгісіз. Оны қуалап артынан барсаң, ұшы-қиыры жоқ, документті жинау керек, ұшы-қиыры жоқ, есіктерді ашу керек. Ақырында шаршайсың да қоясың. Басқа мемлекет бәленбай километр жерден құбыр тартып, еліне газ жеткізіп жатыр. Ал біздің ел болса, мына 1 километр жердегі тұрған ауылға газ кіргіземей отыр. Жаңғыз біздің Ашсай ауыл емес, осындай Челек ауданында, Челек өңірінде толып атқан ауылдарға сол газдарды кіргізуге болатын еді. Бұл қолым сонау 2012 жылы кіргізіп береміз, 2012-ден бастаймыз деген, одан бері мінеки 10 жылдың уақытысы тағы өтіп кетті. Басшылар осыған кішкене көңіл бөлсе, жалпы енді осындай ауылымызда жаңағы мектеп, балалар сыймай жатыр деп жатырмыз. Өрісімізге мал сыймай жатыр деп жатырмыз. Есігіміздің алдынан өтіп атқан газға жете алмай жатырмыз. Қасымызда 1,5 километр, 2 километр жерде тұрған үлкен Алматы каналынан келетін суға жете алмай жатырмыз. Осы проблемалар бізді ауыл шаруашылығындағы шаруа қожалықтарын болса да, шаруа адамдарының барлығының аяғынан чалуда. Осы түйінді мәселелерді шешетін адамдар болса екен деп тілейміз. Біздің ауылымызда тек қана қарабасын ойлап, өзім ғана байысам, өзім бір жеткен жетістікке жетсем дейтін адамдар емес, жұмыла көтерген жүк жеңіл деген. Осы ауылымызда, әр ауылда да табылады ондай кісілер. Біреуінің жағдайы сәл төмендеу, біреуінікі жоғары. Сондықтан да сондай бір жағдай төмен болып қалған отбасыларында, жаңағы сол үйдің асыраушысы о дүниелік болып кеткен жағдайда біз сол жанұяларға шамамыздың келгенінше көмек қолын созып, сол үйдің балалары 1 қыркүйекте басқа балалармен
бірге аралас құралас мектепке барсыншы, осылардың үстінде киімдер қандай болды екен деп соларға көмек қолымыз созып, киімдерін әперіп, оның ар жағында жаңағы құрбан айт болады. Құрбан айтта көмек қолымыз созып құрбандық шалғанда, одан басқа уақыттарда да біз сол кісілерді ешқашан тастамағанбыз. Және де сол кісілердің жанұяларына бағыт бағдар беріп қарап, ол кісілердің жаңа қыс көзі қырауда көмірсіз қалып қалса, көмір мәселесінде шама шарқымыз келгенше шешіп бердік. Үйіп тастамасақ та. Сонымен қатар біздің ауылымыздың бірлігі, ынтымағы жарасқан. Өйткені біз осы ауылымыздағы Ақсақалдар алқасының төрағасы не айтса, сол Ақсақалдар алқасының қасындағы мүшелері не айтса, біз соған бағынған халықпыз. Басымызды иіп, әрқашанда үлкендер не айтады, сол нәрсені өзіміз отырып, пікір таластырып, талқылап, мына нәрсе болады екен, мына нәрсе болмайды екен деп шама шарқымыз келгенше шабылып жатқан жайымыз бар. Және де Алланың нұры жаусын, осы ауылға үлкен мешіт тұрғызып берген Алпысбек деген ағамыз. Ол кісі кереметтей үлкен мешіт салып берді. Сол мешіттің ауласы үлкен болғандықтан, сол мешіттің тура төбіне өзіміз халықтан көмек сұрап, осы Ащысай ауылының халқы ақша жинап, бәріміз үлкен етіп, іші 218 квадрат шаршы метр нәзірхана салдық. 218 шаршы метр үлкен ғой. Бір кіргенде 230 адам кіреді сол жерге. Тамақтанады, ыдыс аяқтар түгел сол жерде. Сонымен қатар біз тек қана өзіміздің ауылымыздың жағдай төмен отбасыларына ғана көмек қолымыз созғамыз жоқ. Біз жалпы мемлекет деңгейінде деп айтсақ артық айтпағандығымыз. Өйткені біз ең басында бастағанымыз осы көмек қолымыз созып, осы ауылдан ақша жинап, мына ауыл мынандай болып жатыр деп ең бірінші осы Алматы облысының Қызылағаш елді мекенін су алып кеткенде біз сол жерге сондай көмек қолын создық. Екінші оңтүстік Қазақстан облысында Арыста сол жаққа көмек қолымыз создық, Арысқа. Және де үшінші өткенде ең үлкен қомақты Қазақстан Республикасы бойынша бірінші ең үлкен қомақты көмек қолын создық деп айтсақ, біздің артық айтпағандығымыз. Өйткені осы Ащысай ауылындағы тұрғындар жиналып, Маңғыстауға 2600 түк 3 тонна жем ұйымдастырып, осы жерде 12 мәшинеге шөп тиеп, 13-ші мәшинені жеміміз тиеп, 13-ші мәшинеге. Осы Еңбекшіқазақ ауданының Масақ станциясына апарып, вагондарға тиеп беріп, бірақ қайттық. Жаздың күндері науқан кезінде кешіктірілмей, су тоқтап қалмай, уақытысында беріліп халыққа қалтықсыз қызмет істеп тұрса, біз Маңғыстауға биыл 2600 түк емес, 26000 түк көмек беретін едік. Өйткені біздің жеріміз өте қасиетті. Не ексең соны орасың дейді ғой. Не ексек те шығады. Жоңышқамыз, жүгеріміз, қала берді жаңағы помидор, қияр, лазы, қызанақ. Соның бәрі шығады, асқабақтар, бірақ та апарып өткізетін. Бізде бір қысқа кішкентай мини заводтар жоқ та, шағын заводтар жоқ. Соныменен көп нәрселер рәсуа болып қалып жатады. Өйткені жинаған нәрсені өзіміз жеп, қала берді жаңағы әйелдеріміз салаттарын бәрілерін ыңғайлап алғаннан кейін қалғандары рәсуа болып қалып жататын уақыттарда болады. Сондықтан да енді Алла бұйыртса осы ауылға жаңағы жоғарыда әкім мырза айтып өткендей мини стадион салынып жатыр. Енді спорт комплексіміз келіп түссе, соның ар жағында осы ауылдағы білім ордасы, киелі қасиет Қара Шаңырақ, Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектепке күрделі жөндеу жасалса, және де бұл ауылға өте қатты керегі, біздің ауыл өте өнерпаздар ауылы. Сондықтан бізге ауадай қажет болып тұрғаны мәдениет үйі. Яғни спорт кешені салынса, Шоқан Уәлиханов атындағы білім ордасына күрделі жөндеу жасалса, мини стадионымыз салынып жатыр. Мен қазір сөйлеп тұрған жерім Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай салынған саябақ. Сондықтан да осы саябағымыз бар. Енді бізге ауадай қажет болып, қатты керек болып тұрғаны мәдениет үйі. Мына Совет өкіметі құлаған кезде біздің ауылдың өте қатты есеңгіреп кетті. Ауылда жұмыс жоқ.
көрінген жерге отырған балалардың ішкендері арақ, төбелес. Елдің ауылдың көбісі жұмыссыз қалды. Халықтың шыдамаған 40% елдің жұмысқа істеп Алматыға көшті. Ауылды жер асты көтеріліп су басты ауылды. Үйлер құлады, ауыл қатты қиналды. Жерге нан жоқ, анау дерме лавардан ұн тартқызып жеді. Жүгері тартқа талқан тартқызып жеді халық. Халық қатты қиналды. Ал Советтің кезінде мына бүткіл көше жарқыраған свет болған. Екі жалыңды төңірегінің бәрі асфальт болған. Көшенің бәрі асфальт, әр жерде бір колонка болған. Совет үкіметі. Әр жерде лагерлер болған. Үлкен орталық асхана болған, столовой. Мынау Совет үкіметінің кезіндегі ең әйбетті, көрікті мәдениет дүниеде. Концерт қойылатын, кино көретінбіз. Мұнаның бір жан-жағы жарқыраған гүл болатын, қалың алма болатын olsun. Қазір міне Совет үкіметінің қалың ескі көз осы. Үлкен ақсақалдардың көп көмегімен қоғамдық ұйымның еңбегі зор болды. Ауылдың тозғанын көргенінен халық ел жүр болып жиналып ауыл ақсақалын құрдық. Ауыл ақсақалы Асбек деген ағамыз болды. Жігіт ағасы Әбіш деген ағамыз болды. Қасымыздағы інілер, бауырлар бас қосып үлкен осы ағаның артынан ерген балалар осы ауылды қалпына келтірді. Осы ауылға бір адам қайсы бола қалатынымызды әр түстен 200 теңгені ақша жинап үлкен көмек жасадық. Соның арқасында ауылдың бірлігі, ынтымағымыз бір. Қазір ауылда ұрлық та жоқ. Төбелесте, ішкен арақта да тыйылды. Ауылдың ынтымағы осылай. Қазір үлкенлігін мешітте салды ауылдың ынтымағында. Құдайға тауба қазірдің келешекте, енді келешекте осы ауыл осыдан ары көркейіп, ауыл бұдан да жарқыраса екен деген ойдамыз. Ассалаумағалейкум ағайын. Менің айтайын деп отқан мәселем, ауылда не ексең соның шығатыны. Көкөніс дейсіз ба, жеміс жидек дейсіз ба, барлығы да шығады. Бірақ соны игеріп өндіретін орын, өткізетін орын жоқ. Сондықтан көкөніске жағы томатный цехтар, басқа да істелетін заттарды, жағы цехтарды ашып, өкімет соған қол үшін беріп көмектессе дейміз. Егіс жағы, егістікті егеміз, өндіреміз, өндіргенмен өткізетін жер жоқ, бағасы төмен. Сондықтан халыққа өндіретін затқа субсидия беріп, тыңайтқыштар, органикалық тыңайтқыштар беріліп, техникалар беріліп, өз уақытында айдап, жинап үлгеріп алатындай техникалар керек бізге. Субсидия бөлсе дейміз, көп нәрсе кедергі болып тұр. Олар жағы су мәселесі, жер мәселесі, жеріміз өте тар. Қазір жастар біздің болашағымыз болғандықтан қазір ауылда спорт кешендер, мәдениет мәселесі жағы, мәдениет жағынан шаралар өткізіледі, өткізілгенімен бізде клуб мәселесі жоқ. Ол жарамайды, жеке меншіктің қолына өтіп кеткен.